оған біздің халық өзі көп нәрсеге шүкірлі, алғысты халық қой. Сондықтан бір-бірлерімізге алғыс айтқанымыз әлде қайда бұл жаратқанға жағымды қайырлы істердің біреуі. Аға, тұсау кеспей қоя салуға бола ма? Болады, бірақ енді біздің салтымыз кескен жақсы. Ол кесуде тұрған не? Кесуде тұрған дүние ол бата беру. Баланың өмірінің келешегі жақсы болмағына тілек айту. Сондықтан бір-бірлеріңізге тілек айтыңыздар. Ол жақсы дүние, құнды дүние. Жылқы көрсең, қолын таңдап бер. Тамаша. Көктемге аман есен жеткізген жаратушы алғыс. Амин, шүкір, алхамдулилля. Үлкен қызым 12-де намаз оқимын дейді. Таң намазын оқыса бола ма? Болады. Жайлап үйрете беріңіз. Егер де біреу шешеңнен боқтаса, оны ет қылып жіберу керек пе, әлде сабырлық танытқан дұрыс па? Біреу аузын былғады, жаман сөз айтты. Енді боқ сөз, боқ ауыз сөз. Боқ жеді дейік сен соны боқ жеу саған шарт па не? Жеген біреу жесін, айтқан сөзін айтсын. Сіз айтпаңыз, бұл маңызды емес па? Біреудің айтқаны сізге айтпаған дүние қайта жақсы болады. Өзіңізді тәрбиелейсіз, өзіңізді кемелдендіресіз, өзіңізді сабырлыққа шақырасыз, өзіңізді үйретесіз. Ал енді онымен жағаласыз, мен түрмелерге жиі барам. Сол түрмеге барған кезде, сол жерде сөйлескен кезде барлығының айтатын сөзі бар. Не үшін сен сабырлық танытамадым? Атып бере ме? Хорошо. Сондықтан біреу ақымақ болса, сіз ақымақ болмаңыз, біреу күнә істесе, сіз істемеңіз, біреу қиянат қылса, сіз қиқылмаңыз деп айтқым келеді. Бірнеше жыл бұрын жолдасыммен ажырастым, бірақ сосын тағы қосылдық. ЗАГСтен алдық, бірақ некені қимадық. Қайта қидырыңыз. Саламатсыз ба? Көктемнің алғашқы күнімен жақсы тұсау кесу рәсім жасайсыз ба? Кесіп берем. Алып келсеңіз, жай намаз кішкентай болса қалай тұру керек? Жай намаздың маңдайыңыз тиетін жер жай намазда болса жақсы. Қазіргі көп жай намаздар қысқа. Яғни аяғыңмен тұрсаң басың жетпейді, оның үстіне былай бүктеліп жиналып оқиды. Білмеймін, енді әйелдерге арналып жасалған ба, бірақ қазір соңғы уақытта тігіп бастап жатыр, ұзындау, адамның бойына сай. Сондықтан ұзындау болғаны жақсы. Жуырда мен бір жай намаздарды көрдім, жақсы адамның бойына жасалып дайындалып жатыр екен, өте қуандым. Тура сол сияқты жай намазды егер қысқа болса, онда аяғыңызбенен сыртқа шығып, басыңыз сәждеде тиетін орында тұрғаны жақсырақ. Егер жер лас болатын болса, онда аяғыңыздың астына аяқ киіміңізді қойып, аяқ киімнің үстіне шығасыз да, аяқ киімді басып тұрып, жайынан басыңыз тиетін жер таза болу керек. Қаза оразамды ұстап жүрген едім, қабыл болсын. Бүгін ескі часовой поездбен ашам ба, әлде жаңа часовой поездбен ашам ба? Ақшам намазының уақытысына қарайсыз, намазда сол ақшам намазының уақытысында ауыз ашасыз. Жайнамаз тігіп, арнайы сауап үшін таратсам, маған сауап қаншалық еді? Сол жайнамаз іріп-шіріп жоқ болып кеткенше, жайнамаз іріп-шіріп жоқ кетті, қанша адам соның үстіне намаз оқса, бәрі сауап сізге болады. Күйеуім тоқал әпер деп қоймайды. 85-ке келгенде әперем деп айта бер. Достар, бір-біріңнің айыбын аша бергені дұрыс па? Әлбетте күнә. Енді кейбір кезде ойынмен қалжыңдап бір-біріне сондай сөздер айтып жатады, бұл жақсы нәрсе емес. Өйткені мұсылман адамның айыбын жасырады. Кімде-кім бір болады. Ұлан аға, суға дем салып іштірген тез тәсір бере ме? Бір рет оқып іштірем бе? Я қайта-қайта оқылуым керек па? Су ішкенде, сыртынан да оқылғанда жақсырақ әсерлеп болады. Екеуі қатар болу керек. Қазіргі дайын жазылып тұрған жай намазда нағымаз оқып үйренуге бола ма? Болады. Көшедегі сигандар дейді. Сигандар деп жазылмайды. Кішкене сауатты көшедегі дейді, айналайын.
қайыр сұрайтындарға туралы не айтамыз? Жетіскеннен сұрап жатқан жоқ шығар, еріккеннен сұрап жатқан жоқ шығар. Егер кәсіп қылған болса өзі көрініп тұрады, сондықтан беру бермеу ықтиярыңызда. Бірақ алдымызға келген адамның, қол жайған адамның қолын бос қайтарма деген сөз бар. Яғни сіз одан бай кедей болып қалмайсыз. Бір 10 теңге, 20 теңге мүмкіншілік болса берсеңіз жақсы нәрсе. Беру пенденің жолын ашады, айналайын. Ол қандай мұқтаждықпен тұр, қандай қиыншылықпен тұр біз білмейміз ғой. Сондықтан шама келгенше қолды қайырымдылық қылғандарыңыз жақсы. Адам қайтқаннан кейін денеде қалған татуды өшіру керек пе? Ағамыз қайтқан еді, сол сұрақ мазалап жүр. Адам қайтыс болса, оның денесіндегі татуаж, оның денесіндегі имплант, оның денесіндегі протездер алмауы керек. Егер протез алынбалы, салынбалы болса, онда аласыздар. Егер алынуға қиын болған, қайтыс болған адамның протезі алынуға мүмкіншілік болмаса, қайда? Жоқ, болып тұрады. Егер салыну қиын болатын болса, онда тимейді. Сол кейде тура сол сияқты лак, бетіндегі макияж. Егер жуып кетірілетіндей болса, жуып кетіреді. Тырнақтардың бетіндегі лактарды арнайы кетіргіш заттарымен тазаласа жақсы. Егер алынбаса, оның тырнағын типсасын жұлып, тырнағын майыстырып, жұлып, қанын шығарып, жанын шығаруға болмайды. Қайтыс болған адам тура тірі адам сияқты бәрін сезіп жатады. Сондықтан оған жаны қинауы дұрыс емес. Намаз оқып отырғанда балаларым шулап, үстіме мініп ойымда бұзады. Не істесем болады? Ол бала. Сол баланың жүгіріп, асырса ойнағанына шүкір айтыңыз. Қазақ айтады, балалы үй базар, баласыз үй мазар дейді жаным. Сондықтан балалардың ойлағаны қуаныңыз. Ал енді намазды ойыңызды бұзып жіберетін жағдайда болса, есікті жауып оқыңыз. Енді кішкентай тыңдамайтын балалар жүгіре беретін болса, онда амалдаңыз. Бірақ балаларға ұрсып, намаздың үстіне айғайлап, бақырып, теуіп, шымшып, тоқпақтаудың қажеті жоқ. Жұма мүбарак болсын дейді. Жұма күні берген көңіліңіз болсын. Аллах жеңілдік берсін. Сіздерге, ұстаз, 2 года читаю намаз, мне 46 лет, надо ли мне отдавать долг за те года, которые я не читала намаз? Да, конечно. Те времена, когда вы не читали намаз, все-таки вы были мусульманкой. Исходя из этого, те намазы, если в пределах взять от 15 лет и выше, вы должны будете возместить. При этом возмещаете только фард намазы. Когда у вас время есть, когда есть на то возможность, встаете 2 раката, утреннего намаза 4 раката, обеденный и так далее, продолжается только фард намазы будете восполнять. Когда восполняете намазы, будете говорить в намерении, что вы восполняете последний фард, допустим, такого-то намаза. Последние, то есть неизвестно, даты, числа, времена, года, месяцы не говорите, только говорите последний намаз. Исходя из этого, вы будете подниматься вверх, да? И если даже восполните, даже те намазы, которые вы будете дальше читать, они будут считаться дополнительными намазами. Если те намазы вы не восполните, это будет милость Всевышнего Аллаха. Здесь есть один момент. Одна маленькая ремарка. Многие салафиты, братья, как так называемые себя салафиты, они говорят, даже в своих речах они используют, когда я был мусульманином. То есть они, думая, что своим пониманием, толкуя хадис пророка, то есть тот человек, который не читающий намаз, они считают этого человека не мусульманином, поэтому они даже в своих словах употребляют слова, как «я с такого времени я мусульманка». Казахский народ и другие национальности, мусульмане, по происхождению, если они считаются мусульманами, мы их принимаем мусульманами, то есть те намазы, которые они не восполнили, соответственно, потом будут восполнять. Балама күнде дем салсам бола ма? ЗПР балам. Болады. Жақсы нәрсе. Балаға дұға қылу деген сөз ғой. Балаға дұға қылу, тілек айту ол өте мәнді, мағыналы нәрсе. Жұма қаншада? Астана қаласы бойынша, сағат белдеуінің ауысуы бойынша жұма намазының уақытысы 1:15-ке болды. Яғни 13:15-те жұма намазы оқылып кетеді. Сондықтан соның алдында ертерек келуге тырысыңыздар. 1 сағат көлемінде, яки жарты сағат жерде әрқалай уағыз айтылады. Сондықтан ертерек барғаныңыз мүмкіншілік болса жақсы.
Бүгін бесін намазы Астана қаласына 12:30-де, ал жұма намазы 1:15-те. Жұма намазына дейін бесінді оқып барамыз ба, әлде қалай нақтырақ айтсаңыз дейді. Жұма оқылатын жерде ешқашан бесін оқылмайды. Яғни, сіз жұма намазға баратын адам бесін оқымайды. Сол бесінің орнына жұма намазы оқылады алтыннан, сондықтан тікелей жұма намазына келесіздер. Түнде ауыз бекітемін, сағаттың ауысқанын ұмытып, бұрынғы уақытпенен бекітіп қойыппын, не істеймін дейді. Таң білінбеген болса, егер білінбеген болу керек, мен білінбеген болса, онда жарайды ораза. Егер таң білініп кеткен болса, онда қалды. Тамақ ішпесеңіз, ұстап кете берсеңіз де болады. Реанимациядағы недоношенный балаға қалай азан шақырып ат қояды? Бала шығатын шығар реанимациядан аман болса. Егер недоношенный күйінде қайтыс болып кеткен болса, шетінет дейді бұны халқымызда, шетінеп кеткен болса, онда азан шақырмайды бұндай балаға, тек қана әшейін ат қойды. Бұл баланың аты, мысалы айтайық, Рустам, Қанат, Марат деп айтып қояды, болды. Ассаламу алейкум, Нұрлан аға дейді. Знакомые по национальности русские, ислам и христианство не принимали. Могут ли держать уразу? Ураза это является религиозным обрядом, исламским обрядом, поэтому, чтобы держать религиозный пост, соответственно, человек должен быть мусульманином. Если человек не мусульманин, держащий пост, как держат мусульмане, соответственно, это человеку благо не будет защищено, так как первое поклонение, обязательно столб поклонения является уверованием, то есть иман. Если у человека нет имана, вероубеждения неправильно, у этого человека пост, соответственно, не будет принят. А если он захочет держать уразу, в этом никто ему не может запретить. Кешірім. Бізде қазір жібек жолы арнасын қосыңыздар. 11-ден 5 минутке өткенде Жұма Нұрлан имаммен бағдарламасы болады. Соны көруге шақырамын. Бүгін тақырыбымыз алғыс айту күні болғандықтан, осы тақырыпта болады. Осы тақырыпта өрбейтін болады тақырыбымыз, сөзіміз. Сондықтан біраз айтатын үлкен келелі ойлар бар. Жібек жолы арнасы қосулы болсын. Тура сағат 11-де қысқа нұсқа жаңалықтар өтеді бізде. Сол жаңалықтардың жалғасы ретінде артынша бізге сөз беріліп, тікелей эфирде теледидардан сұрақ қоя аласыздар. Студияның телефоны қазір қосылады. Ол экранның бетіне шығып тұратын болады. Сол кезде үйдегі стационардан немесе ұялы телефоныңыздан қоңырау шалсаңыз болады. Сіз белдік тақтайын, белдік тағылмады. Белдік тақпасаң, белдік тақпасаң ыңғайсыздау екен. Постоянно. Алғыс айту мерекесімен құттықтап жатсыз ғой. Соны кімге айтамыз дейді. Шек, алғыс айтыңыз ба сіз бүгін үйде кісіге? Үйде кісі ұйықтап жатыр екен. Жоқ, оятып алғыс айтпадыңыз ба? Айтамыз, айтыңыз. барған кезде. Міндетті түрде айтыңыз. Сенің осы жар болғаныңа, әйел болғаныңа, маған осылай бала сыйлағаныңа Құдайға шүкір, және саған рахмет деп айтуды ұмытпаңыз. Қазір хабарласамыз, әке-шешемізге хабарласамыз. Хабарласыңыз. Әке-шешеден бастап хабарласамыз. Сөйтіңіз. Сөйткен жақсы болады. Разложить 10-го, да, потом? Да.